Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осылай 5 минутта ғана дайын болатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын сіздермен бірге Алмагүл. Егер де видео рецепт қызық болса, жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен 5 дана жұмыртқамыздың үстінен осылай шым-шым тұзымызды салып, оның үстінен аздаған шекерімізді салып, жақсылап ақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығының грамм массаларын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осындай бізде көбікті масса дайын болғаннан кейін барлығын бір келкеті міне жұмыртқаның сарысын қосқан екен, бізде сары көбіршікті болып, осылай массамыз дайын болды. Енді осының үстінен ұнымыздың үстінен аздаған разрехеттерімізді салып, ұнымызды аз-аздан салып отырып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, төменнен жоғары қарап араластыратын боламыз. Біздің көтерілген массамыз басылып қалмауы керек. Дәл осылай араластырып, біз масса дайындап алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйдегі кішкентай балаңыз да жасай алады бұл рулетті. Дәл осылай сұйық майымызды да қосып, тағы да әрі қарап кішкене араластырып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, төменнен жоғары қарап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып дайындап алғаннан кейін, барлық құрамдарды біріктіріп алғаннан кейін, алдын ала пергамент қағаз төселген листімізге дайын болған массамызды құйып, 180 градуста 5-10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Міндетті түрде пештеріңіздің қызуына қарап пісіресіздер. Алдын ала пештеріңізді қыздыртып, сосын барып салыңыздар. Осылайша массамыз салғаннан кейін шеттерін бәріне осылайша жеткізіп жағып аласыздар. Міне дайын болған массаны 180 градуста 5-10 минут шамасында пісіріп алдым. Енді пісіріп алған рулетімізді дәл осылайша келесі пергамент қағазымызға аударып, сыртындағы қағаздарын алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп орап аласыздар. Қағазын алмастан да дәл осылай орасаңыздар болады. Дәл осылай орап, сыртынан матамен бір орап аласыздар. 10-15 минутқа қоямыз. 10-15 минутқа қойып, арасына мен тек вареный сгущенка жақтым. Өз қалауларыңыз бойынша өздеріңіз ұнататын кремдеріңізді жасап, арасына жақсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады, бір жасағаннан шығады. Негізі бірден барлығын орау керек. Жылы кезінде орасаңыз, ешқандай да қамырыңыз сынбайтын болады. Менде кішкене шет жағы жарылды, себебі бірден оралмап едім. Дәл осылайша ішіне вареный сгущенкамыз жағып, өз қалаларыңыз бойынша кез келген орех жаңғақ түрлерін жағып, салсаңыздар, езгілеп салсаңыздар болады. Мен тек вареный сгущенкамызды салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, қайтадан орап алдым. Бұл сынған жер ештеңе қылмайды, кішкене айналдырып жасайсыздар. Дәл осылайша бәрін орап алғаннан кейін, үстінен вареный сгущенкамыздан қалған аздаған вареный сгущенкамызды дәл осылай бетін әсемдеп жасап алсаңыздар болады. Не болмаса шоколад пастасын, кез келген нутелла болсын, барлығымен сәнде берсеңіздер болады. Осымен біздің рулетіміз дайын. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, сақтап алыңыздар. Және видео рецепті жоғалтылмас үшін каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.